Сәлеметсіңдер ме балалар? Отырыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын әрбір топ бір-бірімізге тілек білдіріп алайық. Бірінші топ, екінші топқа тілек білдірсін. Бүгінгі күндері сәттілікке, қызықты оқиғаларға көңілді кездерге толы болсын. Бүгінгі күндері сәтті өтсін және де бүгінгі сабақтан барлықтарын бес алыңдар. Мен бірінші топқа келдім, тек жақсы көңіл-күймен бүгінгі күн жақсы өтуі. Жақсы балалар. Ендеше үйге берілген тапсырма бойынша балалар 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар тақырыбы бойынша біз сендермен кезбе тілші әдісі арқылы үй тапсырмасын сұраймын. Бірінші сыныптан екі баланы таңдап аламын. Диктор ол Нұрайым болсын, және репортер тілші ол Аружан болсын. Бірінші жаңағы дикторға сөз берейік. 8-ші әсінді бүгінге берілген үй тапсырмасы 1920-1930 жылдардағы саяси репрессия. Сынып сабаққа дайын. Қайырлы күн. Бүгін 26 ақпан Алаш телеарнасына сіздермен бірге мен Қанатова Аружан 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар тақырыбына репортаж жүргіземін. 1937-38 жылдары қуғын-сүргін саясатының себептері қандай? 1937 жылы Сталин мен оның айналасындағы халық жаулары және олардың құйыршықтарын түп тамырымен жою туралы нұсқасы барлық жерде қолдау тапты. Кеңес үкіметінің Қазақстандағы саяси қуғын-сүргінге ұшыраған адамдардың саны ғалымдардың зерттеуінше миллиондаған адамға шақ. Бірақ ол нақты сан емес. Себебі 20-40 жылдардағы тұтқындалған адамдардың өмірі әлі күнге дейін белгісіз. Сіздермен бірге болған Алаш телеарнасы, мен Қанатова Аружан, келесіде кездескенше. Жақсы, жарайсыңдар балалар, отыра ғой. Балалар, сонымен жаппай саяси қуғын-сүргін жылдары буржуазияшыл, ұлтшылдар деп кімдер айтқалы еді балалар? Әрине, Алаш зиялылары. Тақырыбы дәптерді аламызда, бүгінгі күнді жазып, сабағымыздың тақырыбын жазып аламыз. Ахмет Байтұрсынұлы, ұлт ұстазы. Зерттеу сұрағымыз Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы қандай? Не білемін, не білгім келеді, жаңа білімнің маған берер пайдасы қандай? Бірінші топ, не білемін? Жауап беріп көрейікші кәде. Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білеміз? Тұра ғой. Туған қайраткері, ақын жазушы, Торғай облысында дүниеге келген. Жақсы. Екінші топ, не білгім келеді? Ахмет Байтұрсынұлының жазған шығармалары жайлы тереңірек білгім Жақсы. Жаңа білімнің маған берер пайдасы қандай? Жаңа білім бізге берер пайдасы. Біз Ахмет Байтұрсынұлы туралы жаңа деректер білетін боламыз. Жақсы, отыра қойыңдар. Ендеше балалар, бірінші топ ұлт ұстазы, бірінші топ, екінші топ ағартушы ғалым, және үшінші топ ақын әдебиет танушы. Дәптерлеріңізге 1-ден 10-ға дейін дәптерде білім сандарын жазу ұсынылады. Қазір жаза қойыңыздар 1-ден 10-ға дейінгі. Яғни сол шкала бойынша сендердің Ахмет Байтұрсынұлы туралы білімдерің қай жерде тұр? Яғни шкала бойынша қазіргі білімдеріңді белгілеп қойыңдар. Балалар, бірінші сендер бейне материалмен танысып өте қойыңдар. Тапсырма берейін. Бірінші топқа Байтұрсынұлының қоғамдық алатын орны туралы кластер жасау. Екінші топқа Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми саяси шығармаларын анықтау. Үшінші топқа Попс формуласын пайдаланып, Ахмет Байтұрсынұлы өз
халқын сүйген патриот екенін дәлелдеп шығарып қойыңдар. Жақсы. Жақсы. Ендеше балалар, бірінші топқа сөз бірінші топқа, қалған топта бірінші топты бағалап отырамыз. Өз халқын сүйген патриот, зерттеуші, жақсы әнші, тамаша, домбырашы. Көчі ғалым аудармашы. Жақсы әнші, аудармашы, домбырашы болған. Көркем сөзші, түркітанушы, тілші, ғалым аудармашы, ақтан қазақ әдебиетінің негізін салушы, зерттеуші, ағартушы. Өз халқын сүйген патриот. Жақсы балалар. Ендеше осы бірінші топқа менің сұрағым бар. Ахмет Байтұрсынұлының ұлын ағартушы екенін немен дәлелдейсіңдер? Оның 1990 жылы тұңғыш кітабы жарық көрген. 40 жасал еді. Ол онда Крылов әңгімелері аударылып қосылған. Жақсы. Ал ақын екенін, әнші екенін, жақсы домбырашы екенін қалай дәлелдейсіңдер? Семей түрмесінде жатқан кезде анаға хат деген өлеңінде жолдама анасы жасаған болатын. Жақсы. Отыра қойыңдар. Балалар, топтар бір-бірімізді бағалайық. Үшінші топты бағалай қойыңдар. Үшінші топтың бокс формуласы өте жақсы болды, яғни мысалдармен көп мысалдар келтірді және біз оны түсіндік. Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Қазақ АКСР-ның халық ағарту комиссары болса да Ахмет Байтұрсынұлының неліктен қуғын-сүргінге ұшырағанын қарастыра қойыңдар. билігі Ахмет Байтұрсынұлының алаш қозғалысына қатысқанын кешірмеді. Жақсы. Нұрай? Алаш қозғалысына қатысқан кешірмеді және де 1937 жылы қуғын-сүргіннің екінші толқынында, яғни ол өлім жазасына кесілді, атылды. Аружан, не қосасың? Ахмет Байтұрсынұлы ең бірінші өзінің ұлтшыл болған үшін ұлтын сүйіп, патриоттық сезім білдіргені үшін тұтқындалған. Жақсы балалар. Ұялы телефондарыңызды ала қойыңыздар. Learning Apps платформасы бойынша Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолы туралы ұяшықтарға дұрыс даталарды қойып, сол кезде Ахмет Байтұрсынұлының суреті толық шығуы керек. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болдық па? Болды. Ендеше балалар, Ахмет Байтұрсынұлының суреті кімде толық шықты? Жақсы балалар, жақсы. Жақсы. Ендеше тапсырманы жақсы орындадық деген сөзде. Келесі тапсырма балалар рөлдік ойын. Яғни, егер мен болашақта ағартушы ғалым болсам, өз ойларымды 1 минут ойластырып айтып жіберсеңдер. Егер десең, ағартушы ғалым болсам болашақта. Ғалым болсам, Ахмет Байтұрсынұлы халқына еңбегі сіңген ғалым болар еді. Байтұрсынұлы ұлтстаз тақырыбы бойынша өз білімдерімнің қай санға жеткенін белгілеу ұсынылады. Ризабек, өз-өзіңді бағалап жібере қойшы, сол шкала бойынша қаны? Мен басында осы шкалада 5-ке дейін білетінмін. Қазір 9-ға дейін Білімім? көтерілді. Жақсы. Яғни Ахмет Байтұрсынұлы туралы бүгінгі сабақта толық білім алып шықтым деп отыр. Өз-өзін бағалап отыр Ризабек солай. Келесі балалар, рефлексия, яғни ойлаудың 3 қадамы. Менің бүгін білгенім, мені қызықтырғаны, мен әлі де білгім келеді. Балалар, жас болса, топбасшылығымызға рефлексияны жинап беріп қойыңдар. Ендеше үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге тапсырма. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың ұлы ұстазы тақырыбында эссе жазу, яғни критерияларына назар аударыңдар.
кіріспе бөлімі болу керек. Кіріспе сөз Ахмет Байтұрсынұлы ұлыстаз болған кем дегенде 3 дәлелмен дәлелдей алулары керек, және қорытынды саны 100-150 сөзден тұру керек. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа сендерге көп рахмет. Бірінші, екінші және үшінші топқа өте жақсы деген баға қойылады. Үшінші топта топ басшысына және сабаққа қатысқан балаларға жақсы деген баға қойылады. Рахмет. Сау болыңыздар.